Менің әжем, аға әжем, нар әжем, ал мен үйдің ерке басшысымын. Себебі бәрі маған қызмет етеді. Айтқаныма көндіретін, енді тентектік жасамаймын деп сендіретін, өзіме не керегін нақты білетін адаммын. Осы үйдің қожайынымын. Менің атым Қожа. Ал адамның есімі тағдырына тікелей себепші екенін естіп пе едіңіз? Қожа сөзі парсы тілінен хваджа, мағынасы мырза, басшы дегенді білдіреді. Қадыров болғаным да тегін емес, қадірлі мырза болмақпын. Ендеше алдарыңызда Қазақстан Республикасының 2040 жылғы білім және ғылым министрі тұр. Иә, несі бар? Мен жоғары мансап иесі боларымды бүгіннен елестетемін. Ал дәл бүгінгі мақсатым Майқанованың алдына барып, мұғалімдер күніне орай ұйымдастырылатын өзін-өзі басқару күнінде мектеп директоры болуыма көндіру. Сонда Жанарды оқу ісіндегі орынбасар қылып қасым алмақпын. Ал Жантасты күзетші қылам. Директор болғым келеді де. Болашақта бәрібір директор болам, дайындығым болсын деп қояды. Неге үндемей қалдым? Мансап құмарын өзінің. Жантас болады. Сөмкеге бақа салмайды. Болды. Мұндай жауапкершілікті ренжімей Қожа. Саған жүктей алмайым. Не болды, Қадиша? Директор боламын дейді. Өзін-өзі басқару күнінде. Онда тұрған не бар? Басшы ретінде шешім қабылдағыштығына сенемін. Оған темпераменті де, қабілеті де жетіп артылады Қожаның. Мен өмірлік тәжірибемді құндылықтарға бағыттайтын адамын. Маған сен, Қадиша. Түйсігім алдамайды. Шешім қабылдауда уақытта маңызды екенің жете түсінесің ғой, Қадиша-ау. Қабылданған шешім нақты бір адамның тағдырына әсер етуі мүмкін екенін де жоққа шығара алмайтын шығарсың. Мен Қожаға үлкен үміт артамын. Прагматик емес пе едің өзің? Болсын, мен келісімімді бердім. Қожа, сен өзіңді дәлелдеу керексің. Білемін ағай. Дәлелдеймін ағай. Мен әлі министр болам. Қадиша, мүмкіндік берейік болашақ министрге. Жарайды. Білмеймін. Бір шартым бар онда. Сынақтан өткізейік. Директорлықтың қыр-сырын ұғынып келсін. Ертең сұрақ жауап болсын. Көп рахмет сіздерге. Әй, баламысың деген. Мұнаны білсе болғаны да бұл баланың. Адамдардың өзгерген ұғымдары, түсінбейсің барлығы құбылмалы. Шапаныңа қарайды, үстіңдегі атағыңа қарайды бүгін бәрі. Ойласақ, арзан атақ, сасық ырыс, өлген кезде біздерді тірілтпейді. Алайда, неге екен бар көпшілік мансапқа қарап біздерді іріктейді. Жабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Күн тәртібіндегі мәселелер: басқарушылық шешімдерді қабылдау және олардың тиімділігін бағалау, басқару шешімдерін қабылдауды ынталандыру, басқару тапсырмаларын жүктеу. Бастап мансабымды құруда
Мен өз сезімімді білдіруде жігерлі, ашық, конфронтациядан қорықпайтын және өз позициямды қорғайтын болмақпын. Өзіме назар аударуды талап етіп, көшбасшылыққа ұмтыламын. Осылайша өз мансабымды құрамын. Тәуекелге де бел буамын. Алдымен директор, одан кейін облыстық білім басқармасының басшысы, министрлікте вице-министр, одан кейін білім және ғылым министрі болмақпын. Шешім бір ауыздан қабылданды. Қожаберген Қадыров Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі болып тағайындалсын. 2040 жыл 15 қараша. Бұйрық нөмір 150. Кірсен бола ма? Кір, Қадыров, кір. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе, ағай? Мен келіскендей сынақ тапсыруға келдім. Рас айтам, дайындалып келдім. Мансабы мен кәсібінің дамуының бағдарламасын әзірледім. Ұйым қызметкерлерінің ынталығын арттыру жайын қарастырдым. Мансаптық бағдарларды бағалауды қарастырдым. Әбден дайындалып келдім, ағай. Ау, Қадиша, болашақ министрдің шырағын жаққан сияқтымыз екеуміз. Сынақ алмай-ақ қойсақ та болатын сияқты. Мұныңызбен келісемін. Қадыров жарады.